Бірінші сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Абай шығармалары ұрпаққа мәңгі мұра. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. 40-шы тапсырма. Мәтінді тыңда. 19-шы сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі еске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескере, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есткенде шайқақтап, шалықтанып, не сабырлап, салғырттанып, естсе, не есткен жерде қайта қайырып, сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Мәтіннің негізгі тұсын белгілеп ал. Сол бойынша мәтіннің мазмұнын айт. Мәтіннің негізгі тұсы адамның жақсы мен жаманды айыра алуы және де жақсы заттарды естіп тұрып, сол затты сен өз бойыңа сіңіріп және әрқашанда жақсылыққа ұмтылуың туралы айтылған. Мәтіннің мазмұны топты талқылаңдар. Мәтіннен бірыңғай мүшелерді тап. Мәтіндегі бірыңғай мүшелерге келетін болсақ, естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адамды білімді болады. Осы бізде бірыңғай мүшеге жатады. Және тағы да бірыңғай мүше бізде сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Осы бізде бірыңғай мүшеге жатады. 41-ші тапсырма. Өлеңді көшіріп жазып, тыныс белгісін қой. Матай, мақан, Алтай ақан, Жантай жақан, Қаныш ағам бар, қанша ағам бар. Бұл жердегі өлеңге тыныс белгі қоятын болсақ, Матай, сызықша мақан, үтір, Алтай сызықша ақан, үтір, Жантай сызықша жақан, үтір, Қаныш ағам бар, қанша ағам бар. Өлеңдегі сұраққа жауап бер. 4 ағасы бар. Сызба бойынша бірыңғай мүшелері бар сөйлем құрап жаз. Кішіпейілділік, ізгі ниет, тәртіптілік адамның жақсы қасиеттері. Бұзықтық, салақтық адамның жаман қасиеттері. 43-ші тапсырма. Сөйлемдерді құрамындағы сөйлем мүшелеріне қарай сәйкестендір. Бүгін жаңбыр жауды, дара мүшелі. Қорықпаймын енді мен, аңызақ желден, бораннан. Бірыңғай мүшелі. Түні бойы аяз қаһарына мінді, күрделі мүшелі. 44-ші тапсырма. Төмендегі сұрақтарға жауап бер. Тапсырмаларды орында. Сөйлем мүшелері дегеніміз не? Сөйлем мүшелері дегеніміз ол бірыңғай мүше, күрделі мүше және дара мүшелер жатады. Тұрлаулы мүшелерді ата. Тұрлаулы мүшелер тұрлаусыз және тұрлаулы мүше болып екіге бөлінеді. Және де бастауыш, баяндауыш болып бөлінеді. Сөйлем мүшелерінің құрамына қарай бөлінетін түрлерін ата. Әр қайсысына мысал келтір. Бірыңғай мүше деп қандай мүшені айтады? Оның күрделі мүшеден өзгешелігі неде? Бірыңғай мүше деп қосымша бірыңғай мүшелердің әрқайсысына немесе соңғы сөзіне ғана жалғанады және де мысалы өзендер, көлдер, жердің берекесі, өзен, көлдер, жердің берекесі, осы сияқты. 45-ші тапсырма. Шығармашылық үзіліс. Ойлан тап. Бөлмеде бір топ бала отыр. Олар көрме ұйымдастырып өз жарысын өткізді.
Қазақтың ұлы жазушысы кім? Деп сұрады Еркінжан. Абай деп жауап қатты Әлихан. Дұрыс, бірақ Абай ұлы ақын ғой деп келіспеді Талғат. Олар ұзақ дауласты. Ақыры жауабын мына сурет арқылы шешті. Сөредегі кітаптардың ұлы жазушының тегі шығатынды етіп орналастыр. Бұл жердегі сөрелердегі кітаптардан шығатынын Әуезов, яғни Мұхтар Әуезов. Осымен сабағымыз аяқталды. Сендерге тапсырмалар түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліп қояйық. Және де түсінбеген тапсырмаларың туралы комментарияға жазып кетсеңдер, мен міндетті түрде сендерге жауап беретін боламын.